Сәлем достар, мен сіздерге айтып едім ғой. Мен тока-бокам істелсе сіздерге айтам деп. Мінеки менде істелді. Және де одан да күшті заттар келіпті. Достар, мен мына 4 ойыннан қайсысын ойнаймын. Бірінші тока-бокадан болса, өйткені маған тока-бока қазір қатты ұнайды. Өйткені менің түсіретін тока-боканың болғаннан кейін мен тока-бока түсірем. Қараңыздар, түсі осы тока-бока стилінде. Тока-бока! Достар, мен алдыңғы бөліміне басқасын түсірдім. Сіздер мені сұрап жатқан шығарсыздар, қашан түсіреді? Тока-бока қашан түсіреді деп. Мінеки мен түсіріп жатырмын. Ол маған подарка келген. Достар, сіздерге көп рахмет. Мені үйтіп мыңға жеткізіп бергендеріңізге. Егер сіз маған тіркеп жатқан адамдарға кірген кезде, сіздерге де подписываться етіп кетемін. Қазір міне достар стилінде. Қараңыздаршы. Шына шеттегі әлі қозғалмаған тіпті тұра берді. Қазір мен бір үйге кіріп, бір үй жасайтын болам. Әзірге мынаған кіремін. Достар, міне біз келдік. Ал енді мынаған береміз. Мынаны шығарамыз. Ал енді қараңыздар, әлі өзгермеген. Мына шетті басса, бұл жоқ болады. Мына шетті басса, бар болады. Достар, баяғыдай мыналар әлі бар. Мен кеше ашып қарағанда мынандай кілтпен мынандай бір зат келді. Енді соларды сізге көрсетпек болып ішім пысып видео түсірдім. Міне. Только отырмыз. Қазір достар мынаны басады. Қазір келеді. Вау! Тағы бар ма не? Қазір ашайын. Вау! Күштісін-ай! Маған ұнады. Достар, мен де баяғыда дейін бүйтіп алып, қалай істейді деп басып жүрмін да. Бірақ ол бүйтіп істейтін шығар десем, бұлай істейді екен ғой. Достар, мен бұны негізінде осы жаққа қойып қоямын. Неге десеңіздер, өйткені мен мына шеттегі заттарым үй шыққан кезде жоғалып кетеді екен. Содан кейін осы жаққа қойып қоямын барлығын. Мен кеттім. Достар, не үшін мынаны алды деп ойлайсыздар? Өйткені мен бір үй жасайын деп жатырмын. Бұл жақта бұның бір өзі емес, мен өзім мына шеттен адам жасаймын мынау. Оны өшірем кейін. Сондықтан да маған мыналар керек кейін. Сол жаққа апарып қоямын. Енді қайсы үйге барайын? 2 этажды үйге барам. Достар, мен қазір осыны тока-бокадағы үйлерін істеп қойғаннан кейін келесі видеода да істейтін болам. Тек тока-бока емес, басқа да ойындарды ойнайын. Не достар, болды. Ал енді 2 этаждың қайсысын істейін деп ойлап отырмын. Мен негізінде 2 этажды үйге істейін келген жоқ. Мен кәдімгі бір үй емес, өз жасап тұрған үйге істейін келді. Мен қазір мына шеттерді қарайын. Давай достар, мынау ақ үй болсын. Әлде ол үй болмай-ақ қойсын ба. Маған бір ой келді достар. Достар, мен енді мына үйде істейтін болдым. Вау! Мен істедім. Мә, достар, осындай үй келген ба неме? Мен білмей жүрмін ғой, достар. Бұл өтірік емес шын. Маған кезде істенбей жатыр еді.
Мен бұны білмеймін да ғой даже. Басқа үйлер келмейді деп жылап жүрмін да. Ішіне келген заттар, төсек қоятын заттар келген. Енді мен сіздерге видео түсіріп тұрғаннан кейін, енді сөйтіп қарап отырсам, осындай келді. Негізінде мен дұрыстап қараған жоқпын. Күшті. Қараңыздаршы, достар. Не болып кетті? Қайтадан шығып ма не? Ой, достар, шошып кеттім, магазинге келіпті ғой. Үйлерден мынау қарайып кетіпті ғой. Не осындай үй келген. Достар, сіздер істей алмай жатсаңыздар, істейсіздер. Менде мынау істелінген, мынау қар жауған жердегі де істелінген, мына шеттегі үйде істелінген, достар. Негізінде мен бүйтіп үй бар деп ойлаған жоқпын. Мен тіпті бұны білген де жоқпын, осындай үйлер келді деп те. Менің апам да істелінбей жатыр, кейін істелінетін шығар. Мен де істелінбеді, менде де. Мына шетте де бар ғой, еще. Қараңыздар. Міне келген. Мына шетке де келген. Мына шетке біреу келген. Мына шетке де біреу келген, мынау келген. Ол мынаған ұқсас екен, мынау екеуі. Қараңыздаршы. Мына жақта тым келмеген, мына шетке келген. Қараңыздар. Мұндай кір машина, кір жуатын машина келген, мындай қоқыс тастайтын келген, мынандай келген. Сондай мынау бір зат келген да мынау. Енді достар, мен бір үй жасайын деп жатырмын. Солардың барлығын бірінші өшіріп алу керек. Еще достар, мен барлығын көрсетейін ба? Міне қараңыздаршы. Достар, енді осы ұзақ видео болайын деп тұр. Күшті заттар келгенге. Енді сіздер де істеп көріңіздер, сіздерге де сезілетін шығар. Мына шетке біреу ағы келген, мына шетке екеуі келген, мына шетке үшеуі келген. Мына орындықтарды қараңыздаршы. Мынандай да келген ғой, мен алға көрмеген. Міне достар, мынандай да келген. Отыратын орындықтарына. Шариктерінен дым келмеген. Надан поппейт келген, ішінде тамақтары бар келген, компьютер келген, сағат келген, өлең айтады, музыка келген, мынандай ойнайтын жер келген, ойнайды сол жақта. Ал енді достар, сіздерге бірінші барлығын көрсетіп алып, істеуге тура келеді. Мына ішіндегі допты алуға да болады. Қараңыздар. Мені қараңыздар. Дубинка де бар. Арқалы өткендегілер ғой. Мынадан да келген. Не қараңыздар, келген. Достар, міне насеттен де келген. Мынадан да келген, мынадан да барлығынан да келген. Міне мынадан да келген. Абойдан да келген, мынадан келмеген. Енді бұда келмейді. Ой. Бірінші достар, мен абойын өзгертіп алатын сияқтымын. Маған ұнағаны мынау абой болды. Өйткені осы жаққа жарасады. Ал енді мынандай. Осыған осы жарасатын сияқты.
осы сияқты тұрсын. Мынау мен мынау. Ал бұған жоқ, мынау жасады. Мынау жассын. Жоқ, мына бойын өзгертейік. Мындай қылып, жоқ, мынаумен бірдей болып қалады ғой. Енді мынаныкі мындай қылайық та. Енді болды. Мына шеттің. Ой. Мына шеттікін өзгертуге болмай болды. Өзгерте алмайды екен. Мә, достар, мен негізінде өстіп келді деп мүлдем ойлаған жоқпын. Ал енді мен екі этажды емес екен, бірақ болады. Бұның бұл үйде екі қыз. Енді солар сабақ оқитын жері керек. Ой, мынандай оқиын. Мынау қарындасынікі. Баланыкін қандай қылсақ болады? Мындай қыламыз. Осындай болады. Ал енді қарындасынікі мынандай болады, ағасынікі. Или былай тұрсын ба? Басқасы қояйық. Екеуіне де осындай болатын сияқты, да? Сыймайды ғой. Сыяды екен. Ал енді орындықты көрейік. Мындай болады. Ой, мындай емес, мындай. Ал енді мынаған керек та. Ағасына мындай. Еще мындай сотка. Ой. Мындай сотка. Ал қарындасына мындай компьютер. Мындай ойнайтын не. Ал енді ағасына мындай. Ой, артына түсіп кетті ғой. Енді қарындасына мындай сотка болады. Ал енді шетіне қояттан. Мынау екеуіне де болмайды. Дәл жүзі бір түрлі. Мынау қарындасынікі, мынау ағасынікі. Мына шеттерге киімдерін дәл қояды. Ал мына шет туалет болуға жарайтын сияқты негізінде. Мен новыйдан келген заттарды қоям, жаңа, бірақ мынадан новый келмеген. Сондықтан екеуіне де осындай қоймай қойдым. Не? Енді туалетмен мындайды қоям. Туалеті бір түрлі. Бумага келмеген. Оның орнына мындай қоямын. Артына кетіп қалмыз. Ал енді мындай қол жуатын айнасын қояйық. Кір жуатын машина қояйық. Қасына сиятын шығар. Не? Өз кішкентай болып қалған ғой. Ал енді пылесос. Осылардың бойынан ішіне кіріп кеткеніз. Достар, негізінде мен де бұны көргем осы үйді. Бірақ бұған мүлдем сенбедім. Енді, конечно, еттен қарағанда сенбейсің, өйткені ол жақта өтірік болуы да мүмкін, шын болуы да мүмкін. Достар, мына шетке гүл қойып қойын деп едім. Қазір.
не гүл қойып қоямыз. Енді мынаны да қоямыз. Ой. Ал енді мынау мамасы мен папасынікі болса, жоқ. Мынау мамасы мен папасынікі болады. Мынау қонақ бөлме болсын. Әрине бұлардың үйлеріне көп адам келеді. Сондықтан да осындай орындықтарды қойып қояды олар. Олар негізінде көп емес. Просто олардың үйлеріне көп адамдар келеді. Достар, сіздер бұлардың үйлерінде адамдар көп деп ойлап отқан шығарсыздар. Мұндай да қояйық. Мұндай қоямыз. Ал енді телевизор қоямыз. Телевизор келмеген, сондықтан оның алдыңғысынан қоя береміз. Но енді пока не жоқ, диск осыған салатын екен, сатып алып келеміз. Ал енді мынандай сусын қоямыз. Тағы сағат қоямыз. Енді кілем де қояйық. Енді достар, мына мамасы мен папасының бөлмесін жасайық. Мамасы мен папасы бір кроватьта жату керек. Міне мындай. Ортасына қояйық, және де өздеріне арналған мынандай шкаф. Бүрен қоя берейік, өйткені мындайды қойып жатырмыз. Мындай өңі шетінде тұрмайды. Өйткені өздерінің бөлмелері тұрмайды екен. Мына шетке қойын, мына шетте тұрсын. Достар, негізінде сіздерге де осындай үй керек, иә? Мен негізінде бұл үйді білмедім. Вообще білмедім. Содан кейін рампам ютубтан қарады. Нұрына дейін. Апам жоқ екен ғой. Енді сол маған айтты өзінің апам. Ал енді мен соған істеп берші дедім. Істеп берді. Незе Нұрына дейін апам жоқ. Шетке қоймайды екен ғой. Пысық. Ал енді покрывал қоямыз. Достар, осындай покрывал келгеннен кейін осындай покрывал қойып жатырмын. Мына бөлмеге қоймаппын. Бұл бөлмеге бұндай қоймаймыз. Өйткені мынау және де мынау. Достар, мен үйін жасап болдым. Ал енді мына киімдерін шығарады бұлар. Ойыншықтарын да шығарады. Барлығын қойып кетеді. Достар, мен адам жасамайтын болдым. Мынау болады. Мамасы, ал папасы. Папасын кейін табымыз. Мына баласынан қойықшы. Папасын тауып қиын. Шетке тұрайық. Мынау болады. Қызды. Жоқ, екі баланы кейін өзін жасайым. Бірінші жасап алайық, содан кейін барып папасын тауып келеміз.
жасап алайық достар. Міне осындай болса, сіздерде мынандай шетте адам жасайтын зат тұрады, соны басып қаласыздар. Достар, міне мен тек қана осының біреуін жасағаным баяғыда, енді бұны өшіреміз. Мынаған бірыңғай жасаймыз. Ойынында шаштарды кезім бұл. Шаштар келмеген, балаға да келмеген. Мынаған да. Ал енді мына бала болады. Сондықтан баланың шашын қалай қылсақ екен? Мындай қойық. Мына бірақ мындай қылмай қойық. Мындай болсын. Бұлардың шаштары жаңағы қыздың шашы. Бұлар бола берсін осындай. Кірпігі жоқ, мұрны мындай. Енді қасының цветі мынандай. Ağzı мындай бола берсін. Окей ма? Кема қандай болса екен? Қазір достар, мен мынаны қылайын ба екен? Осыны қыла берейін. Енді мынаған жақсы болса қандай шапқа кигізейін? Мындай болсын, жоқ болмайды. Ойынба жоқ басына дым кимейді. Очкиден дымда кимейді. Ал енді қарындасын жасаймыз. Мына шаш қаяқтан келсін? Баяғыдан бар ма әлде? Баяғыдан бар ма? Ал енді мына кішкентай мындай аппақ. Бұл қыз болады достар, шашының жегі осындай болсын. Кірпігі жоқ болады. Мұрны осындай, мұрны осындай болады. Енді достар, әлде мынандай алып қоймыз ба? Жоқ, мынандай алып тұра берсін. Жоқ, бұндай болмайды. Енді киімі қазір киімімді болайын. Мындай болады. Ал басына қандай ободок кигізсек болады? Мындай болады. Енді достар, мен де істенбей, екеуінің біреуі істенбей қалды. Мүмкін сол кезде мен бір қыз немесе бір бала табам. Достар, негізінде мен екеуі істенбейді деп ойлаған болатырмын. Негізінде екеуі де істелді. Қайтадан магазинде кіріп кетті, содан қайтадан шығарып алып келдім. Енді папасын таппай отырмын. Мен осы алған екен ғой. Қазір достар, мыналарды орындарына жатқызып, және де өзінің
ойыншықтарын орнына қоямыз. Енді осы жақта тұра берсін. Ішке қойып, кейін жайғастырамыз. Бірінші достар жайғастырып алайық, содан кейін папасын іздейміз. Мынаны киеді ме, кимейді ме? Киесің ба, кимейсің ба? Кимеймін. Мынаны же? Кимеймін. Қара киімдерді киесің ғой. Мынаны киет. Мынаны кимейді. Мынаны кимейсің. Мынаны же? Киесің. Жоқ, әлде мынаны киесің ба? Мынаны, я. Жоқ, бұны кимейді екен. Вау. Мен мынаны кием. Не осыны кием. Қазір бір киімді барсыздар да, жылапайға кигізіп қоясыздар. Содан кейін маған көлген әкеп бересіздер. Және мынандайды кием мен. Мынаны кимеймін. Мынаны кимеймін. Мынаны киетін сияқтымын. Қалғандарын ашытке салып тастайсыздар ғой, иә. Кейін киетін кезде алып киеміз. Мындай бір жатырға бір киім алдық. Ашытке қойып қоя салыңыздар. Бас киімдерін ашетке қояйық. Ашетке тұра берсін. Артқы жағына кетсейш бар. Міне. Ал енді мынандың ашетке қояйық. Мыналарды мен показына салайық. Мен болды деп тұрсам, мына қазір алып кетеді. Мыналарды осы жаққа салып қоямыз. Достар, негізінде ол жақта да негізінде киім бар. Соларды кигіземіз. Көйлек тұрып осы жақта. Не? Болды, енді ұйықтайды. Папасын күтіп. Ол жұмысқа кеткен болады. Ой. Екеуінің төбесіне шығып барады. Достар, екінші бөлімін кейін түсіретін болам. Мен бүгін өстеп үйін жасап адамдарын істедім. Келесі бөлімінде папасына мәжетке қоятын болам. Сау болыңыздар.